Жездесімен шексіп қалғаннан кейін құйқа тамыры шіміркенген Мартин иден қараңғы ауыз үйді қармалап жүріп, бөлмесін әрең тапты. Бұл бір кереует, бір аспалы құман, бір ғана стул сиятын қобдишадай тар үйшік еді. Мистер Хиггинботам тым сараң кісі ғой. Зайыбы жұмыс істей алатын болған соң, үй күтуші әйел жалдамаған. Оның үстіне бір бөлмелі екеу өтсе, пәтерге екі кісі жіберуге болатыны тағы бар. Мартин Сүйінберн мен Браунидің кітаптарын стул үстіне қойып, пиджагын шешіп, кереуетіне отыра кетті. Пружина дене салмаған ауырсынғандай ыңырана күрсінгендей болды. Мұны ол елеген жоқ. Башмағын шешпекке еңкейе бергенде, қарсы алдындағы ақ қабырғада төбеден өткен жаңбыр суының қарауытқан теңбіл-теңбіл дағын байқады да, соған қадалып қарай қалды. Теңбілдер бір сәт қыбырлап, қимылдап елеске айналды. Башмағын шешу есінен шығып кеткен Мартин қабырғадан көзін алмай аңырып ұзақ отырды. Бір кезде ерні қимылдап, «Руф!» деп сыбыр етті. «Руф!» Мартин жай дыбыстың да тебірентетінін білмеуші еді. Мына дыбыс жүрегіне өте жылы тиді. Елжіреп, қайта-қайта «Руф! Руф!» дей берді. Қыз есімі дуалы тұмар тәрізді, аузына түссе, ақ дидары көз алдына келіп, қабырғаға алтын нұрын түсіреді. Қабырғаға ғана емес, шексіз әлемге шашырайды. Өзі қыздың жан дүниесін іздеп, шарқ ұрып жүрген сонау алтын кеңістікке тарайды. Іштегі бар асылы асау ағындай сыртына тебірентеді. Қыз ойына түссе, көңілі тасып, ізгілікке қолы жеткендей нұр үстіне нұр жауғандай қуанады. Көкірегім ашылған үстіне осылай ашыла берсе екен деген игі үміт туғызады. Бұл бір жаңалық. Мартин бұрын соңды мұндай әйел ұшыратқан емес. Қайта басқа әйелдер әдепсіз, дөрекі хайуан қып жіберетін. Сонда да көпшілігі ақ, жақсы болсын, жаман болсын, жаратсын, жаратпасын, әйтеуір бар жақсысын аяп қалмағанын Мартин түсінбеуші еді. Өзі туралы ол ешқашанда ойлаған адам емес. Кісінің жүрегінде сүйіспеншілік сезімін оятатын қасиеті барын білмейтінде. Көп әйел сыртынан назар салып жүретінін байқамайтын. Әйел жанаспаса әйелді өзі іздеген емес. Жақсыдан шарапат дегендей бірен-саран бикеш алда-жалда шарапатым тиді деп ойлағандай емес. Иә, күні бүгінге дейін әйелге селсоқ қарағаны рас. Сол себепті де оларға мен тиіскен жоқпын. Кірлі қолдарымен жабысып, айырылмаған өздері деп ұйғарды. Жоқ, бұл әйелдер жөнінде де өзі туралы да әділ айтылған пікір емес. Бірақ солай екенін ол түсінбеді. Бәлкім өзі жайлы ойланып әдеттенбегендіктен болар. Қайткен күнде де қазір сорақы көрініп отырған кейбір жайттар есіне түскенде ұялғанынан жерге кіріп кете жаздайды. Бір кезде орнынан тұрып, аспалы құманның үстіндегі шыбын қонып, қожырланған айнаға қарады. Айна бетін сүлгімен сүртіп, өзіне өзі біраз қарады. Жіті де көреген көздері басқа дүниенің алуан қилы құбылысына ауып кетіп, өзіне әлі түсінбеген ғой. Айнадан жасы 20-ға жаңа келген жас жігіттің жүзін көрді. Сұлу ма, жоқ па, айта алмайды. Өйткені сұлулықтың парқын әлі білмейді. Жазық маңдайының үстінде қауқиған сайры бұйра шашына көзі түсті. Бұйрасын әйелдер өте ұнатушы еді де, сылап сипап бәйек болушы еді. Бірақ қыз үшін оның маңызы жоқ екенін біліп кідірмеді. Құдды көзбен бұрандалып, ар жағында не жатқанын көргісі келгендей өте-мөте маңдайына шұқшиды. Осы менің миым қандай екен деп ойлады. Бұл мидың не қызығын көрем, не мархабат табам онан. Қызға қолымды жеткізе алар ма деген беймаза сауал көбейді. Мартиннің көздері күн сәулесі түскен көк теңіздің айнасындай көгілдір еді. Менің де көзімнен жаным көрініп тұрма екен. Қызға ұнар ма екен деген ой келді. Ол бөгде біреудің тіпті қыздың көзімен қарамаққа тырысты. Мұнан ештеме шықпады. Бірақ әдетте ол етене таныс адамдардың ойындағысын тез сезе қоюшы еді. Ал қыз өмірінен мүлде бейхабар. Қыз керемет құпия сыр. Оның ойындағысын біле қою қиын. Иә, көз демекші, мынау жауыз.
зұлымның көзі емес, адал адамның көзі тәрізді деп түйді. Бетіне қарады. Қоңырқайлау екен. Таң қалды. Мұндай қарамын деп бұрын ойламаған еді. Жеңін шынтағынан жоғарырақ тұрып, бет ажарын қарамен салыстырып қарады. Жоқ, ақ екен. Қолдарын да күн қағыпты. Қолын көтеріп, күн тимеген жеріне қараса аппақ. Мына тотыққан бетімде күнге күйгені болмаса, бір кезде осындай ақ болған ғой, деп күлді. Денесінің күн тимеген жеріндей тәні аппақ әйелде аз екені есіне келген жоқ. Кей-кейде ашу жеңіп уылжыған сезгіш еріндерін қатты жымқырып, шымырқанғанда дүниеден тәрк, қатал ызғарлы сияқты көрінетіні бар демесеңіз, жалпы ауыз бітімі оймақтай әдемі. Жауынгерге де, ғашық жанға да лайықты еді. Оның ерні дүние рақатынан нәр алуға да, керек болса қайысып үнсіз қаһар төгуге де әзір. Иегі мен зілдей жақ сүйектері айбарын аңғартқандай. Қайраты сезімін билеп, ақылға жеңдіріп тұрғандай еді. Сондықтан сұлулықтың тазасы мен сезімнің мөлдірін ғана қалайды. Ал маржандай тізілген аппақ тістеріне Дантистің қолы тиген емес. Оны көріп тістерім аппақ, беп-берік, теп-тегіс екен деді. Бірақ кейбір кісілер күн сайын тісін тазартады деуші еді деген көмескі ой келіп, өз-өзінен ұялды. Бұл аузы таза ардақтылардың әдеті. Қызбен сұхбаттасатын сырбаздардың салты ғой. Қыздың өзі де тісін күн сайын тазартатын шығар. Мартин өмірінде тісін тазартып көрмегенін білсе, қыз не дер еді? Күні ертең жаңа щетка сатып алып, тіс тазартып әдеттенуі жөн. Қыз көңілін құр ерлігімен аударып алам деу дұрыс болмас. Ол мұнан былай күтініп жүруге ұйғарды. Әдетте қатырғы жаңа кигенде мойнына бұғау салғандай көрінетін әдетін қойып, енді тіс тазартудан бастап мойынға жаға салуға дейін зор өзгеріс жасауға бел байлады. Мартин қолын көтеріп алақанының күсін тырнады. Терісіне қыр қолаң әбден сіңіп кеткені щеткамен ысқыласа да кетер емес. Шіркін, қыздың алақаны қандай? Еске алудың өзі бір ғанибет. Раушан гүлдің желігіндей жұп-жұмсақ, қардың қылауындай салқында жеңіл. Әйелдің қолы мұншама биязы, нәзік болады деп кім ойлаған? Шіркін-ай, қолын қысып аяласа, сипаласа қайтері деп ойлағанда өзінен ұялып, қызарып кетті. Бұл жаман ойы қыздың рухани дүниесін қор ететін тым өжет қылық деп білді. Қыз диуани нәрсенің бәрінен аулақ, асқар биікті мекен еткен рух, денесіз қуат. Дегенмен оның мамықтай алақаны есінен кетпеді. Жігіт фабрикада істейтін немесе үй жұмысынан ығыр болған бейнетқор әйелдің көнтақы қолдарына көзі үйренген ғой. Әлбетте, мұның себебін де жақсы біледі. Қыздың қолы нәзік, жұмсақ болатын. Себебі ол қолдап еш уақытта еңбек етіп көрмеген жан. Өмір сүру үшін тірнектеп еңбек етпейтін адамдар есіне түскенде қыз бен екеуінің арасындағы айырмашылық жер мен көктей көрінді. Көз алдында еңбек дегенді білмейтін ақсүйек алпауыттар елестеді. Қабырғадағы қарадақтың бетіне олардың бейнесі түсті. Бәрі де қолдан құйған тәкаппар, паң мүсінше іспетті. Мартин ес білгелі тыным көрмей тырбаңдаумен келеді. Бүкіл үй семьясы күн көрсін еңбек етумен табатын. Тіпті Гетруданы алайық. Оның үнемі кір жуудан сарсық түсіп дүрдейіп кеткен қолдары піскен еттей қып-қызыл. Немесе екінші апасы Мэриенді алыңыз. Ол консерв заводында істейді. Мэриеннің кішкене сұлу қолдары помидор турайтын пышақтан қызылшақа жара. Ол аздай өткен қыс қатырғы фабрикасында істеп жүргенде екі саусағын буыннан машина жұлып әкетті. Шешесінің табыт бетіне айқастырып салған қоржын-қоржын қолдары есіне түсті. Әкесіше, ол да өле-өлгенше жұмыс істеумен кеткен. Алақанының күсі бір елі еді. Ал Руфтың қолдары болса сүйріктей нәп-нәзік. Шешесі мен ағаларының қолдары да сондай. Бұл таң қаларлық жайт, өйткені осының өзінен ақ
каста белгісі. Олар мен өзінің арасындағы зор айырмашылық айқын көрініп тұр. Мартин қынжылып күлді. Қайтадан кереуетіне отырып, башмағын шешті. Иә, ол ақылынан адасыпты. Әйелдің көркін, мақтадай жұмсақ нәзік қолдарын көріп мас болыпты. Кенет көз алдына тағы бір елес келді. Ол түнде Лондонның Ист-Эндісінде қапастай қараңғы қаңырайған үлкен үйдің қасында тұр. Жанында Марджи деген 15 жасар жұмысшы қыз бар. Кешкі ойын тарағаннан кейін қызды үйіне шығарып салып тұрған беті. Қыз бала мынау сиыр қора секілді зәулім лас үйде тұрады. Қоштасарда Мартин қолын созды. Қыз оған ернін тосты. Бірақ Мартиннің сүйіскісі келген жоқ. Әлденеге жүрегі дауаламады. Сонан кейін қыз қалтырап қолын қысты. Алақанының күсін сезіп қалған Мартиннің жүрегі елжіреп қоя берді. Жас қыздың жалынышты аш көзін, әлі буыны бекімеген балдыраған әлсіз денесін көрді. Кемеліне келмесе де оянғаны, батылы бармаса да талпынған әйелдің қомағай ниетін сезді. Аяп кетті де бауырына басып, еріннен сүйді. Сол сәтте қыздың қуана қымыз еткенін, мысықша тырмысып, жабыса түскенін байқады. Бейшара бәлекей әйел. Мартин әлде қашан өтіп кеткен өмірінің осы бір суретін тағы бір көрген кезде, қыздың қыбыр етіп бауырына кіріп, өзінің жүрегі елжіреп, аяған сонау бір минутындегідей бүкіл денесі тағы бір тітіркеніп кетті. Бұл сұрғылт, сұрқай сурет еді. Сол күні аспанда сұрғылт, көшеге түскен лас плита тасқа сіркіреген жаңбырда сұрғылт болатын. Кенет көз алдындағы қабырғаға жарқ етіп түскен бір нұр сәулесі бұған дейін көріністің бәрін жуып кетті. Ай жүзін жібектей үлбіреген, алтын шашы көміректеген екінші қыздың ақ дидары сонау аспандағы қол жетпес жұлдыздай жылыстап тағы да жарқырады. Мартин стульде Суинберн мен Браунидің томдарын алып сүйді. Мені үйіне шақырды ғой деп ойлады. Сонан кейін айнаға тағы бір қарап, қошеметті үнмен: Мартин Иден, ертең ең алдымен бітіретін жұмысың оқу үйіне барып, әдептілік туралы бірдеме оқуың керек. Түсіндің бе? Деді. Сөйтті де шам сөндіріп, денесінің бар салмағымен пружинаны шықыр еткізіп төсегіне жата кетті. Ең әуелі Мартин, сен сөз арасында шайтан алғыр дей беруіңді тый. Естідің бе? Ескі досым, мұны жадыңда жақсылап тоқып ал. Осы сөзді айтып, ол ұйықтап кетті. Ұйқыда көрген түстері нашар тартқан адамның қиялындай батыл да, әдеттен өзге сұлу да еді. Келесі күні таңертең ұйқысынан оянып, мұрнына ащы сабын, қолаңсы кір иіс келгенде түнде көрген әдемі түстері ғайып болды. Құлағына ауыр тұрмыстың қалғыр күңгірі келді. Бөлмесінен шыға бергенде апасының шаптыққан дауысы мен шапалақтың шарт еткені естілді. Сірә, апасы ашуын басайын деп баласының біреуін салып қалған болуы керек. Шар еткені баланың даусы құлағына түрпідей тиді. Бұл үйдегінің бәрі тіпті дем алатын ауасына дейін жек сұрынды. Руф үйінің тыныштығы мен гармониясына мүлдем жанаспайды-ау. Ондағының бәрі рухани махаббат дүниесі болса, мұндағының бәрі материялық, дөрекі материялық тіршілік. Бері кел, Альфред, деді ол жылаған балаға қалтасынан ақша іздеп жатып. Мартин іштар адам емес еді. Жиеніне 25 цент майда ұстатты да қолына алып жұбатты. Ал енді шауып барып, мынаған өзіңе науат сатып әкел. Аналарға да берерсің, білдің бе? Бірақ науатты тез ермейтінін ал. Апасы кеспектен басын көтерді. 10 центте жететін еді ғой, деді ол. Бірақ сен ақшаның қадірін білмейсің. Бала ес біле ме? Көп жеп күпті болмаса не қылсын? Оқасы жоқ, ақшам далаға кетпейді, деді оған Мартин көңілді үнмен. Қайырлы таң, апа. Қолың бос емес екен, бетіңнен сүйейін деп едім. Мартин апасын аяп кетті. Байғұс қайырымды, ақ жүрек, адал жан еді деп ойлады. Өзінше оның інісін жақсы көретіні рас, Мартиннің іші сезеді де. Бірақ жылдар өткен сайын бұрынғы қалпы өзгеріп, қызымыр, ашушаң болып кетуі рас. Оны мұндай халге жеткізген ауыр бейнет,
көп семья, күйеуінің қыңыр мінезі, Мартинге шіріген овощтың, кірдің, көп қолдан өткен бақыр ақшаның иісі апасына сіңіп кеткендей көрінді. «Бар, тамағыңды ішсеңші», деді Гертруда інісіне іші жақсы көріп тұрса да сырттай қаталсынып. Дүние кезіп кеткен аға інілерінің ішіндегі ең жақсы көрінетіні де осы Мартин еді. «Жарайды, бері кел, маңдайыңнан иіскейін», деді апасы әлде қалай ықыласы түсіп. Ол сабынның көбігін әуелі бір қолынан, сонан кейін екінші қолынан сыйырып түсірді. Мартин апасының ауыр денесіне қол артып, тершіген дымқыл бетінен өпті. Гертруда көзіне жас алды. Бұл жүрегі жібегеннен де емес, үнемі ауыр мехнат шегіп қалжырағаннан да болар. Гертруда итеріп жібергенімен Мартин оның көз жасын іркіп алғанын көріп қалды. «Тамағың пеш ішінде тұр», деді апасы дәлбіректеп. «Джим да тұрған шығар. Бүгін мен де кір жуғалы таңсәріден тұрдым. Бар, тамағыңды тез ішіп, үйден шық. Бүгін күн ауыр. Том бізден кетіп қалған. Енді бүгін Бернардтың өзіне көлік айдауға тура келеді». Мартиннің көңілі бұзылып кетті. Ас үйге барды. Апасының қызарған беті, алқам-салқам сиқы көз алдында әлі тұр. Қолы тисе мені күтер еді деп ойлады Мартин. Бірақ жұмыстан діңкесі құрып біткен ғой. Хайуан Бернард Хиггинботам осыншама азапқа салып қойғанын қарашы. Бір жағынан апасының сүйсінуінде ешқандай жарастық болмауы да есінен кетпейді. Бірақ бүгінгі сүйсінуінде бір өзгешелік бар. Гертруда тек кемеге шығарып салғанда, немесе сапарынан қайтқанда ғана сүйуші еді. Бұл жолы сүйгенде аузына сабынның дәмі келді. Мартиннің көз алдына апасының қыз кезі келді. Жас шағында күндізгі ауыр жұмысынан қолы босасымен ойынға барып, түні бойы би билеп, таңертең тура кір жуатын жеріне жұмысына бара беретін. Көңілі тағы да Руфьке ауды. Өзі сияқты ерні де олжып тұрғаны шығар деп ойлады ол. Көз тастағаны, қол алысқаны сықылды, сүйіскенде де шын ықыласымен құшырланып сүйісе ме екен. Қиялында қыз ерні өзінің еріне тигендей басы айналды. Аспанда раушан гүлдің желіктері арасында хош иіске еліп қалықтап жүргендей көрінді. Ас үйде екінші пәтерші жалғыз өзі су қараңғы адамша әлде қайда қараған қалпы сұлы ботқасын соғып отыр. Ол слесарь мамандығына жаңа үйреніп жүрген жас жігіт, жібі бос, жігерсіздігінің үстіне ақылы аздау болуынан тіршілік үшін күресте жеңіп шығады деп айту қиын. «Тамағыңды неге жемейсің?» деді ол шала піскен сұлы ботқасына селқос қарап отырған Мартинге. «Немене, кеше тағы да арақ ішіп қойып па едің?» Мартин басын жайқады. Ол айналасындағы сүреңсіз бейшаралықты көріп, көңілі жүдеп отырған. Руф Морз бұрынғысынан да алыстап кеткендей көрінді оған. «Мен кеше мас боп қалыппын», деді Джим, күйгелектеніп қалтырай күліп. «Өлгенше ішіппіз. Эх, қыз да қызақ екен. Үйге бил әкеп тастады». Мартин тыңдап отырмын дегендей басын изеді. Әңгімелескен адамына кім болса да осылай ілтипат көрсететін әдеті еді. Ыдысына суып кеткен жылымыш кофе құйып алды. «Бүгін лотосқа би билеуге барасың ба?» деді Джим тағы да. «Сыра болады. Темескалдың сүрегі келсе, төбелесте болмай қалмас. Мейлі, бәрібір қызымды ертіп барам. Фу, аузымның дәмі кетіп қалған-ай. Бұл не пәле?» Ол бетін тыржитып бір жұтым кофемен аузын шайқады. «Джулияны білуші мейің?» Мартин басын шайқады. «Қазір ол менімен көңіл жарасып жүр», деді Джим. «Қыз емес, кәмпит. Саған таныстырар ем. Басын айналдырып аласың ғой, деп қорқам. Құдай ақы, саған осы қыздың неге үйірлене кететінін білмеймін. Кез келген қызды жігітінен оп-оңай айырып алып кетесің. Кейде ызам келеді. Саған әлі содырым тиген жоқ қой», деді Мартин селқос. «Мэггиді ұмыттың ба? Ол екеуміздің арамызда ештеме болған жоқ. Алдың күнгіден кейін қайтып билегенімде жоқ онымен. Сен бір билеп, бір көз тастаған едің. Сілесі қатты ғой, сілесі қатқырдың. Сенің ойыңда түк жоқ. Бірақ сонан кейін қыз маған қарамай кетті. Мені көрсе сені сұрайтын болды.
егер көңілің қалса кездесуге кет әрі емес еді. Мен қалаған жоқпын ғой. Ой, әйтеуір менен безіп кеткесін бәрібір дағы, деп Джим Мартинге қызыға қарады. Сенің осы не сиқырың бар, Мартин? Қызға көп аса назар салмаймын, бар өнерім осы. Ой қуай, сен қызықтыру үшін әдейі елеме кесіп жүреді екенсің ғой, солай ма? Деп Джим қазбалап қоймады. Мартин біраз ойланып отырды. Мүмкін ондай әдісінде болуы, бірақ менің әйелге деген құлқым жоғы шын. Сен де бір қыздарға қырын қарап, белденіп көрсейші, соңына ере кетпес бе екен? Қой құрсын, қап, кеше сенің Райлиде болмағаның-ай, деді Джим ешбір логикасыз, ешқандай байлансыз. Сонда батыс Оклендтің бір сұлуша жігіті болды. Лақап есімі егеу құйрық деседі. Пәтшағардың төбелеске шапшаңы-ай, біздің жігіттердің ешқайсысы төтеп бере алған жоқ. Сенің болмағаныңа бәріміз де өкіндік. Кеше қайда жүрдің сандалып? Оклендте болдым. Театрға бардың ба? Мартин тарелкесін ысырып жіберіп, орнынан тұрып есікке қарай жүрді. Сонымен би билеуге келесің бе? Деді Джим артынан дауыстап. Жоқ, бара алмаспын сірә, деді Мартин. Ол баспалдақтан жүгіре түсіп далаға шықты. Таза ауа жұтқысы келді. Мынау үйдің тымырсығынан тұншыға жаздап отырғанда бір жағынан Джим ашуына тиген еді. Бір кезде әбден ызасы келіп, Джимнің тұмсығын тәрелкесіндегі ботқаға батырмақта болған. Джим әлденені мылжыған сайын Руф алыстай түскендей. Мына мал сықылды малғындардың арасында жүргенде тегі қызбен тізесі теңелер ме деп ойлады. Алдында тұрған міндетті ауыр екенін сезіп, болашақтан күдер үзгендей де болды. Торықты. Өзі тәрізді жұмысшы табынан шыққан адамның сорлы екенін түсінді. Төңірегіндегінің бәрі апасы, оның үйі, семьясы, слесар Джим. Қысқасы бала жасынан етене үйренісіп кеткен тұрмыс тіршілігі әбілеттей еңсесін бағып көтертпейтін сияқты. Өмірден бейілі мүлде қайтқандай сезінді. Бұған дейін барға мәзір болып жүре берген ғой. Жақсы жаманды, тек кітап оқығанда болмаса аңғармаған. Кітаптың аты кітап. Ол дүниеде қызығының ғажайып ертегісі ғана. Ал бүгін таңғажайып дүниенің шындығына көзі жетті. Соның нақты көрінісі іспетті Руф сынды толықсыған сұлу гүлді көзімен көрді. Енді мұнан бұлай ғашықтық оты күйіп, құса болмақ. Үміт шіркін алдандырып, азап отына сала бермек. Мартин Нерклидегі және Оклендтегі екі көпшілік кітапхананың қайсысына барсам екен деп біраз ойланып тұрып, ақыры Оклендке бармақ болды. Өйткені Руф сонда тұрады. Кім білген, қыздың бір барса баратын жері оқу үйі. Мүмкін кездесіп қалар. Ол оқу үйінің қай бөлімі қайда екенін білмейтін еді. Ұзыннан ұзақ қас қатар сансыз кітап тізілген. Асты үсті сөйлердің арасында адасып біраз жүрді. Оның сыңайын байқаған түрі француз әйелдеріне ұқсаған бір нәзік қыз анықтама беретін кітапхана жоғарыда деп жөн сілтеді. Ол стол басында отырған кісіден бей-жайды сұрап білместен бетімен жүре берген. Сөйтсе философия бөліміне кіріп кетіпті. Философия кітаптары дегенді бұрында естейтұғын, бірақ бұл ғылым жайында осыншама көп жазылуынан хабары жоқ еді. Қалың-қалың томдар толы биік-биік шкафтар есін кетірді. Тамаша таңсықта көрінді. Мұнда миға азық табылатын түрі бар. Математика бөлімінде тригонометрия туралы кітаптарды тауып алып, өзіне мағынасыз көрінген цифрлар мен сызықтарға біраз үңілді. Кітап ағылшын тілінде жазылса да, мазмұнын ұққан жоқ. Бұл бір өзіндік ерекше тіл тәрізді. Осы тілді Норман мен Артур біледі. Екеуінің өзара осы тілде сөйлескенін естіген. Екеуі де Руфтың ағалары. Сонымен философия бөлімінен кетерде Мартинді үмітсіздік жеңіп, кітаптар жан-жағынан топырлап, тапап кететіндей көрінген. Адам баласының білімі ұшан теңіз деп бұрын ойламаған ғой. Осының бәрін меңгере аламын ба деген күдік туды. Бірақ меңгерген адамдардың болғанын, тіпті көп болғанын көңіліне медеу етіп, жә,
Өзгенің өресі жеткен дүниеге менің де өрем жетеді деп түйді. Осы ниетін орындамаққа серт етті. Ақыл парасаттың асыл қазынасын аралап, адасып жүріп, ол біресе торығады, біресе шаттанады. Жалпы бөлімде Норридің қысқаша курсы көзіне түсті. Зор ілтипатпен бетін ашып қарады. Ұнатты. Авторы өзі сықылды теңізші екен. Боудичтің навигация анықтамасы, Лекки мен Маршалдың шығармалары да табылды. Міне, бұл тамаша дүние. Енді ол навигация өнеріне жетіледі. Арақ ішуден тыйылып, іске мықтап кіріседі. Капитан болып алады. Осы бір сәтте Руфь жанынан жақын келгендей көрінді. Капитан болып алса, қыз қаласа қосылуы ғажап емес. Қаламаса амал нешік. Әйтеуір оқып адам қатарына қосылып кетеді дағы. Бірақ мұнан былай арақ ішпеу керек. Бір кезде кеме қамсыздандырушы мен кеменің иесі есіне түсті. Бұлардың екеуі де капитанға қожа. Капитанмен еш уақытта жұлдызы жараспайтын адамдар. Екеуінің қайсысы болса да капитанды құртайын десе құртып жібере алады. Бөлмені айналып шолып 1000 том кітапқа көзі сүрінді. Жоқ, теңізді жиып қою керек. Мына самсаған сансыз кітаптар керемет күш жатыр. Егер ұлы іске шын тәуекел етсе, сол ісін құрлықта іске асыруы жөн. Оның үстіне капитандарға теңіз сапарына әйелін ала шығуға рұқсат жоқ. Сәске түс, уақыт өтіп барады. Мартин ас ішуді ұмытып, сыпайыгершілік салты туралы кітап іздеп, әр кітаптың атын қараумен әлі жүр. Оның ақылы, мансабы туралы оймен жарысып, болымсыз ұсақ нәрселер де орала берді. Егер жас леди қоштасарда келіп тұрыңыз десе, неше күннен кейін барған жөн. Бірақ бұл сауалына іздеген кітабынан жауап тапқан жоқ. Сыпайыгершілік дәстүрі туралы ұзыннан ұзақ сүрелер ережеден басы қатып, тіпті дегдарлар арасында визит карточкасын алысу дегенде де не екенін, жөн жосығын біле алмады. Ақыры бәрінен де бейілі қайтып жабырқады. Іздегенін таба алмаса да сыпайыгершіліктің бүге-шүгейін жақсы білу үшін, оны орындау үшін аса көп оқу керек екендігін, тіпті бүкіл өмірін осыған сарп етуге тиіс екенін түсінді. «Қалай, таптыңыз ба керегіңізді?» деді бағанағы шыға берісте стол басында отырған кісі. «Иә, сэр, кітапханаңыз өте бай, бек жақсы екен», деді Мартин. Кітапханашы басын изеді. «Жиі келіп тұрыңыз. Өзіңіз теңізші емессіз бе?» «Иә, сэр, қолым тисе тағы да келіп тұрармын». «Менің теңізші екенімді бұл қайдан біледі?» деп ойлады ол баспалдақтан түсіп келе жатқанда. Көшеге шыққанда теңселмей, ырғалмай тура жүруге тырысты. Ойланбай келе жатқанда бұл серті есінде еді. Кейін бәрі ұмытып, өзінің әдетті жүрісіне түсіп кетті.